Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Баян. Бүгін біз сәбіз салат дайындайтын боламыз. Достар, менің видеомды көрмес бұрын бірінші менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сәбіз салатымызды бастайық. Сәбізімізді осылай теркінің көмегімен өткізіп аламыз. Ірі көзінен өткізген өте жақсы болып, әдемі болып түседі. Міне видеода көрсетілгендей қылып ұзыншалау қылып өткіземіз. Мен 3 сәбіз қостым. Осылай ұзыншалау қылып өткізіп аламыз. Сәбізімізді өткізіп болғаннан кейін үстіне 2 ас қасық тұзымызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап езіп аламыз. Онда қатты ғып езудің қажеті жоқ, шамалы суы шыққанша езіп аламыз. Осылай жақсылап езіп аламыз. Мен сәбіз салатқа қияр қостым. Қоспай жасауға да болады. Болмаса огурцы, помидор осылай қосып, майдалап, турап істесе де болады. Мен тек қана қияр қостым. Осылай жіңішке етіп турап алып қосамыз. Қиярымызды қосқаннан кейін чесногымызды майдалап турап қосамыз. Екі чеснок пайдаландым. Осылай майдалап турап қосамыз. Онан кейін укроп, болмаса петрушка қосуға да болады. Осылай укропты майдалап турап қосамыз. Үстіне 1 ас қасық қызыл бұрыш, 1 ас қасық қара бұрыш және қызып тұрған таза майымызды қосамыз. Осылай бұрыштарымыздың үстіне майымызды құямыз. Онан кейін мен яблочный уксустан 2 ас қасық қостым. Кәдімгі 9% уксус қоссаңыздар, 1 ас қасық немесе жарты шай қасық қосуларыңызға болады. Мен яблочный уксустан осындай 2 ас қасық қостым. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Біздің укропымыз, ішінде тұрған приправаларымыз барлығы бір-біріне сіңіп, жақсы болып араласуы қажет. Достар, менің видеом ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Сіздерді алда неше түрлі рецепттермен бөлсемін. 1 сағат холодильникке қойып, осылай дастарханға ұсына беруге болады. Мінекей қараңыздаршы, түрі де әдемі, дәмі де өте ерекше, күшті болып шықты. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.